Алладиннің сиқырлы шамы. Ертеде Алладин деген бір бала болып, әкесі тігінші екен. Алладин 10 жаста болғанда, әкесі қайтыс болып, анасы Алладинді 15 жасқа дейін бағыпты. Бір күні сиқыршы Африкадан Алладин тұратын қалаға келеді. Сиқыршы қазынаның қайда екенін білді. Сөйтсе, кітаптан білген екен. Ал қазынаның ең кереметі шам еді. Шам иесінің тілегін орындайтын. Сиқыршы болса болжап, қазынаны тек Алладин аша алатынын айтады. Сөйтіп ол Алладинді іздейді. Сол күні сиқыршы Алладинді тауып, көзінде қызығушылығы көрініп, қасына келіп былай депті: «Мен сенің көкеңмін». «Мен сізді танымаймын», деді күдіктене Алладин. «Мен ақша табуға кеткенмін. Ал енді қайтып келдім, інімді көре алмай қалдым», деп сиқыршы алдап, Алладинге 10 алтын береді. Түнде сиқыршы Алладиннің үйіне келіп, анасымен танысыпты. Бауырын еске алып жылаған екен. «Неге ерте қайтты?» деп еді. Алладиннің анасы оған сене кетіп, оны туысындай көрді. Бірнеше күннен соң сиқыршы Алладинді қыдырта, қала сыртына ертіп шықты. Олар үлкен тау маңында барды. Сиқыршы от жағып, бір сөздер айта бастады. Түтінге қарап, сиқырлы сөздер айтып еді. Бір мезетте жер қатты сілкініп, жерде шұңқыр пайда болды. Сиқыршы тіл қата: «Мына жерде қазына жатыр. Тас баспалдақпен түсу керек. Сол кезде оны табасың». Жер астың күрінде төбеде бір шам ілулі тұрды. «Соны маған әкел», деді сиқыршы. Сиқыршы сақинасын Алладиннің саусағына кигізді де: «Бұл сиқырлы сақина, ішінде күшті жын бар. Егер қауіп төне қалса, оны үйкелесең, жын саған көмекке келеді», деді сиқыршы. Баспалдақпен төмен Алладин астыға түсті. Ол жарқыраған қазынаны көріп, ішінен шамды тапты. Қайта жоғары көтеріліп жатып, алтын тасқа ұқсаған жемістерді теріп алды. Бірақ оларды Алладинге алып жүру қиын болды. «Маған шамды берші, балақай», деді сиқыршы. «Әуелі мені шығарып ал, сосын беремін», деді Алладин. Сиқыршы оның шамды бермейтінін ойлады да, сиқырлы сөздерін қайта айтып, жердегі шұңқырды қайта бітеп, Африкаға қайтып кетті. «Ол алдаған екен», деп Алладин ренжіп, ашулана қолын уқалағаны сол-ақ еді, кездейсоқ сақинасына тиіп кетті. Күшті жын пайда болып: «Не қалайсың, қожайын?» деді ол. «Мені жер бетіне шығар», деді Алладин. Сол сәтте ол жер үстіне шықты. Үйге келген соң Алладин шамға қарап: «Қызық, мұнда қандай сыр бар екен?» деп шамды сүртті. Сәл сүрткені сол-ақ еді, шамнан жын шықты. Ол өте үлкен, қорқынышты көрінді.
Жын айтты: «Не бұйырасың, қожайын?» «Маған дәмді ас әкел», деді Аладдин сыбырлап. Айтқаны сол еді, дастархан толы ас пайда болды. Аладдин таң қалды. Ол үңгірден әкелген жемістер нағыз асыл тас болып шықты. Шам мен қазын арқасында Аладдин мен анасы тоқ өмір сүрді. Жылдар өтті. Аладдин есейді. Ол бір күні көшеде жүріп, әдемі ханшайымды көреді. Аладдин болса, бір көргеннен оған ғашық болып қалады. Сол сәтте ханшайымға үйленемін деп, ол өзіне ант береді. Аладдин анасына патшаға барып, ханшайымның қолын сұрауды өтінді. Анасы қымбат тастарды сарайға барып, патшаға сыйлады. Патша асыл тастарды ұнатып, 3 айдан кейін қызымды беремін, деді. Бірақ ханшайым уәзірдің ұлына атастырылған еді. 2 ай өткен соң, ханшайым уәзірдің ұлына тұрмысқа шықты. Мұны естіген Аладдин ренжіп, ашуланды. Шамды сүртіп, жынды шақырды. «Сен тез арада сарайға бар. Ханшайым мен күйеуі ұйықтаған сәтте маған әкел», деді ол. «Жақсы», деді де жын. Жоқ болып кетіп, көп ұзамай жас жұбайларды әкелді. Уәзірдің ұлын әжетханаға қаматып, Аладдин ханшайымның қасында болды. Ол тыныш ұйықтасын деп, өзі бөлек ұйықтап қалды. Таңертең ханшайымды сарайға қайтарды. Патша мұны естіп: «Бұл мүмкін емес. Уәзірдің ұлына тұрмысқа бермеймін», деді. 3 ай өткен соң, Аладдин көп алтын мен қазына жинап, патшамен кездесіп, уәдесін орындатты. Патша қуанып, ия деуге дайын болды. Бірақ уәзір болса, егер 40 табақ толы асыл тас, 40 қыз қызметші, 40 ұл қызметші әкелсе, ханшайымды береміз, деді. Патша таң қалды. Бірақ Аладдин жынның көмегімен бәрін орындады. Ал ханшайым үшін ол үлкен сарай салып берді. Содан кейін Аладдин мен ханшайым үйленіп, ұзақ уақыт тату-тәтті бақытты өмір